Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу-алейкум, құрметті қыздар, ханымдар. Бүгін балақ қысқартамыз. Өлшейміз ұзындығын 3,5 сантиметр өлшеп, артығын қырқып аламыз. Мұны осылай өлшедім. 3,5 сантиметр қалдырдым. Мынау артығын қайшымен қырқып алып тастаймыз. Қайшымен қырқып алдым. Міне осындай болып шықты. Енді осыны екі бүктеп, 1,5, одан кейін 2 сантиметр етіп бүктеп тігеміз. Егер сіздер джинсовый шалбар қысқартсаңыздар, осындай джинсыға арналған жіптер бар, бұлар қалың болады. Міне осындай қалыңдағы. Идеал жіптен қалың болады бұлар. Міне осындай әртүрлі түстері бар. Подцвет жіпке, джинсыйдың жібіне подцвет аласыздар, Бұлар қалың болады. Осыны балақ қысқартатын кезде шпулькаға орайсыздар. Шпулькаға ораған кезде бұл бетіне түседі балақтың, Сонда әдемі болып шығады. Ал жоғарғы жағынан жасасаңыздар, ол машинкадан өтпей үзілуі мүмкін. Осындай жіппен тігесіздер. Ал егер бұндай жіп таппасаңдар, идеал жіпті аласыздар, екі қабаттап орайсыздар. Сол кезде қалыңдау жіп болады. Енді сіздерге тігіп көрсетейін. Бұл тек қарапайым қара шалбар болғандықтан тек қара жіппен тігетін болам. Міне осылай екі бүктедім. Екі бүктеп тігем. Егер сізде жаңа қалың жіпті орайтын болсаңыз шпулькаға, онда оңай үзбей тігеді. Ал жоғарғы жағына қоятын болсаңыз, ол міндетті түрде үзеді. Жаноме машинкасымен тіксеңіздер, өтпейді ол. Қиын болады. Сол себептен, егер шпулькаға орап істесеңіздер, өте оңай болады. Жаноме болсын, мынандай производственный машинкалар болсын, бәрібір қандаймен тіксеңіздер де, шпулькаға орап тіксеңіздер, өте оңай, әдемі, жақсы болып шығады. Міне осылай тіктім. Екіншісінде дәл осылай тігем. Артық жіптерін қырқып алып тастайым. Үйде өздеріңіз осылай шалбарларды қысқартып берсеңіздер болады. Міне осындай болып шықты. Джинсовый жіппен тіксеңіз, әрине сары, көк болып тұрады. Бұл қара жіп болғаннан кейін осындай. Міне екеуін де тіктім. Енді жақсылап үтіктейміз. Видео ұнады деген үміттемін. Сау болыңыздар.